Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakat. Hurmatli vatandoshlar, jерлестер, men Allohning ko'magiмен, Allohning qalavoiмен necha vaqtdan beri kutgan satimiz keldi. Mana qajlar Mina жазығына kelib o'rnalasdi. Mana palatkaga o'rnalashib жатыр жан-жақтан. Мен айтқым келгені, Алла қаласа ертең Арафат күні, Құдай қаласа, ертең осы қажылардың баршасы Арафат жазығында боламыз. Сіздерге айтарымыз, сол елдегі отандастарымыз, жерлестеріміз, мынау қажылыққа биыл келе алмаған бауырларымыз, сіздерге де сол Арафат күні сауап алатындай мүмкіншілік бар. Пайғамбар алейхиссалам айтады, Арафат күні ораза ұстаған кісілер өткен жыл мен келер жылда, яғни 2 жылдық күнәларына кафарат болады деген. Яғни күнәлар кешіріледі. Сол Арафат күні ораза ұстасаңыздар, иншалла ертең нұр үстіне нұр болады. Оның уақыты елдегі уақыт бойынша таң намазға 15 минут қалған кезде сәресін ішіп аяқтайсыздар. Кешке ақшам уақыт кірген кезде ауыздарыңызды ашып, иншалла одан кейінгі келесі күнге, яғни 9 тамыздағы құрбан айтқа дайындалатын боласыздар. Сол себепті ертең Құдай қаласа ораза ұстасаңыздар, Алла Тағала қабыл етсін.